Достар, жақында шыққан мына бір киноны сіздерге көруге кеңес бермеймін. Кейбір арналар мақтап жатыр бұл киноны, тіпті ойбай жылдың үздік киносы деп те айтып жатыр, бірақ әсте олай емес. Сіздерге менен кеңес болсын, бұл киноны көрмей-ақ қойыңыздар. 1,5 сағат уақыттарыңыз одан да басқа бір өздеріңізге пайдалы нәрсеге жұмсаңыздар. Фильм көргенде әрбір сәтінен бір мағына іздеп, әрбір сәтіне мән беретін адамдар үшін тіпті кеңес бермеймін бұл киноны көруге. Фильмнің сюжеті өте оңай жазылған, ешқандай да экшн да жоқ, ештеңе де жоқ. Сюжеті бойынша бір қаладағы бір маньякты ұстау үшін бір концерт ұйымдастырады. Тұзақтан маньяк қалай құтылып шығатыны жайында, бірақ ол жерде маньяк құтылып шығады тек өзінің басының қатты істегенінің арқасында емес, сол жерде қызметкерлердің ақымақтығы арқасында. Киноны көрсеңіздер енді не бәле мынау деп айтасыздар. Сол үшін көрмей-ақ қойыңыздар. Одан да өздеріңіз комментарийға өздеріңізге ұнайтын, өздеріңіз ұсынатын фильмдарды жаза кетіңіздер. Видеоға лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.